Түлкі мен қырғауыл. Бір түлкі қалың орманды аралап келе жатып, бір ағаштың басында отырған қырғауылды көреді. Жақындап келіп, "Сәлеметсіз бе қырғауылым, хал жағдайыңыз қалай?" дейді. "Жақсы, өзіңіз қалайсыз?" деп қырғауыл сұрайды. "Жерге түсіп сөйлессеңіз қайтеді? Бір құлағым естімеуші еді" дейді түлкі қулана. "Жерге түсуге қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар, бізді жеп қоюы мүмкін" деп жауап береді қырғауыл. Сонда түлкі: "Әй достым, биылғы заман бұрынғы заман емес, жаңа бұйрық шығыпты. Біреуге біреу зорлық қылмасын, қой мен қасқыр, түлкі мен тауық бірге жүрсін" деген дейді. Сонда қырғауыл: "Жақсы хабарыңызға рахмет достым. Мына жақтан аң аулаған иттер келе жатыр. Оларға да осы хабарыңызды айтыңыз, естісін" дейді. Түлкі ит деген сөзді естіген соң алды артына қарамастан қаша жөнеледі. Сонда қырғауыл: "Қайда барасың? Бұйрықты ұмытып кеттің бе?" деп қашып бара жатқан түлкінің артынан айқайлайды. "Кім біледі, бұйрықты олар әлі естімеген шығар" дейді түлкі міңгірлеген қалпында.